Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен ерекше дәмді мак қосылған булочкалар дайындаймыз. Рецепт өте оңай әрі дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен жылы суымызға қант қосамыз және дрожжымызды қосамыз. Сухой, яғни құрғақ дрожж болу керек. Оның үстіне шамалы осылай ұн себеміз видеодағындай және араластырып 15-20 минутқа жылы жерге көтерілгенше ашытқымыз қойып қоямыз. 15-20 минут өткеннен кейін осындай болып көпіріп көтеріледі. Содан кейін оған жұмыртқамызды, айранымызды қосамыз. Келесі сүтімізді қосамыз осының үстіне және алдын ала ерітілген сары майымызды қосамыз. Бәрін қосып болғаннан кейін тұз салып, жақсылап араластыратын боламыз қазір. Міне осындай лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аласыздар да, бетінен електен өткізе отырып ұн себеміз. Ұнды қосып болғаннан кейін жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды мөлшерден көп қоспаңыздар, видеоның описаниясында жазылған мөлшерді қана қосыңыздар, әйтпесе қамырларыңыз қатты болып кетеді. Мен осылай қамырды салғаннан кейін жан-жағына май сеуіп, көтерілгенше 40-50 минутқа қойып қоясыздар. 40-50 минут жылы жерде тұрғаннан кейін қамырларыңыз осылай болып көтеріледі, өте әдемі болып. Енді булочкамызды жасай берсек болады. Столдың үстіне мен ұн сеуіп алдым да, қамырымызды осылай басып, кішкене арасындағы ауаларын шығарамыз және бір формаға келтіріп, қазір оқтаумен оқтаулайтын боламыз. Қамырды жайған кезде де, мынандай форма жасаған кезде де домалақ емес, тік төртбұрыш формасында келтіріп жасаңыздар, сол ыңғайлы болады біздің булочкаларымызға. Міне қамырымызды дайындап жасап алдық, жайып алдық. Енді магымызға қантымызды қосып араластырып аламыз жақсылап. Одан кейін жаңағы дайын болған қамырдың бетіне сұйық майымызды құйып, барлық жеріне біркелкі етіп жағып шығамыз. Майды жағып болғаннан кейін жаңағы мак пен қантымызды сеуіп шығамыз. Барлық жеріне бірдей қылдырып, барлық мак пен қантымызды жақсылап сеуіп шығамыз. Макты сеуіп болғаннан кейін енді осы қамырымызды орап, яғни рулет қылдырып ораймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай кішкентай қылдырып бастайсыздар, яғни тығыз қылдырып ораңыздар. Арасын ашық қылдырмай, прям тығыз қылдырып ораңыздар. Міне осылай қылдырып орап аламыз. Міне біздің рулетіміз дайын болды. Қазір осы рулетті екіге бөліп алам, өзіме ыңғайлы етіп. Сосын осындай кішкентай бірдей дөңгелек бөліктерге бөліп алам. Барлығын осылай бөліп шығамыз, тура видеодағындай етіп. Енді осыларды мен домалақ формаға салып, тағы да 15-20 минут бетін орамалмен жауып, кішкене көтерілгенше қамырымыз қойып қоям. Сіздерде осындай домалақ форма болмаса, квадратный формаға салыңыздар, бірақ аралары шамалы осындай 1 сантиметрге жетер-жетпесте жақын тұрсын. Олар көтерілген кезде тағы да міне барлығы бір-біріне жақындай түседі. Піскен кезде де сосын кейін формаларын сақтап тұрады. Ал егер аралары бос жатса, піскен кезде қатты жайылып, формалары сақталмай қалады. 180 градуста алдын ала қыздырылған пеште 30-35 минутқа пісіріп алдым мен. Пісіп шыққаннан кейін суытып, жақсылап бетіне осылай сгущенка құйып шығыңыздар. Сгущенкамен дәмі өте ерекше болып өзгеріп кетеді ғой, прям дәмі вообще басқаша тәтті болып шығады. Сондықтан осылай сгущенканың бетінің барлық жеріне осылай құйып, сосын тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып қойыңыздар, содан кейін алып жесеңіздер болады. Дәмі енді өте ерекше тәтті болып шығады. Осы булочкада именно мак пен сгущенка бір-бірімен күшті үйлесіп, бір-біріне толықтырып, күшті тәтті дәм береді. Сондықтан сізде осы менің рецептім бойынша жасап көріңіз. Видео ұнаса, менің каналыма жазылып, видеоларыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ас болсын!